Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге ең оңай, ең керемет болып шығатын пирожныйлардың рецептімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Бір ғана жұмыртқадан жасалады, өте оңай дайындалады. Енді ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз және үстіне 100 грамм қантты қосып, жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Бір келкі масса болғанша, мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай, сол кезде үстіне ерітілген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сонан соң айранымызды құямыз. Айранымыз міндетті түрде бөлме температурасында немесе жылы болуы қажет, ол міндетті. Барлығын жақсылап араластырып болған соң қоспамызды бөлек алып қоямыз және илекке ұнымызды салып аламыз. Және үстіне какаомызды саламыз. Мен барлық мөлшерді описанияға қалдырамын. Қажетті мөлшерде үстіне жарты қасық қопсытқыш және жарты қасық ас содасын саламыз. Соңында бір ас қасық ванильді қантты салуларыңызға болады. Маған осылай ұнайды, сондықтан саламын. Егер сізге болмаса қоспай қойсаңыз да болады. Осылай видеода көрсетілгендей аз-азын салып миксермен араластыратын боламыз. Барлығын бірдей салып жүрмейсіздер. Аз-аздан осылай жақсы араласатын болады. Видеода көргендеріңізде осындай қоспа пайда болады. Яғни лопаткамен ұстаған кезде қатты қою емес, қатты сұйық емес болу қажет. Осындай кондитерский мешокқа салып мен құятын боламын. Егер сіздерге қасық ыңғайлы болса, қасықпен құйсаңыздар да болады. Ол маңызды емес. Егер кондитерский мешокқа құятын болсаңыздар, басын қатты кеспейсіздер, өйткені қоспамыз сұйық болғандықтан қоюымыз қиындап кетеді. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін творожный сыр, негізі өз қалағаныңызша крем дайдансаңыз болады. Мен осылай творожный сыр болғандықтан осымен жасаймын. Үстіне ерітілген сары май саламыз және 100 грамм қантты екіге бөліп салатын боламыз. Яғни алдын ала жартысын саламыз, миксерлеп алғаннан кейін тағы да жартысын саламыз. Барлығы бір келкі масса болғанша толықтай араластырасыздар. Видеода көрсетілгенде осындай қою крем сияқты болып шығады. Неке мен пирожныйларын пісті, мен осылай шеттерін кесіп алды, маған солай әдемі болып көрінеді. Егер кеспесеңіздер де болады дөңгелек қылып істеуге. Мен осылай барлығын кесіп алып дайындап қойдым. Міндетті түрде толықтай суы қажет және кремді осындай мешокқа салып алдым. Енді оны жинайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей ортасына кремді салып, үстіне екіншісін қоясыздар. Өте оңай, дәмді әрі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және қалған кремімізді осылай бетіне жағып шығамыз және қасықпен тегістеп шығамыз. Жаңағы қалған корждың жиегіндегілерді осының бетіне әсемдеп шығатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлсая.